Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 16 және де 17 беттеріндегі жаттығуларды орындаймыз. Exercise number 31, read and complete, then listen and check. Оқимыз және де тамамдаймыз, одан кейін тыңдаймыз және де тексереміз дейді. Vladimir Smirnov is a famous cross-country skier from Kazakhstan. Владимир Смирнов Қазақстандағы ең танымал шаңғышы. He won the first Olympic gold medal for Kazakhstan at the Winter Olympics in 1994. Ол Қазақстан үшін ең алғашқы олимпиадалық алтын медалін қысқы олимпиадада 1994 жылы жеңді. He also won 4 world championship titles. He can speak 4 languages too. Ол 4 рет әлем чемпионатында қатысып, жеңді дейді, және де ол 4 тілде сөйлейді. Next. Бізде келесі Laura Kenny. This is Laura Kenny. She is a famous cyclist from the UK. Бұл Laura Kenny, ол Америкадағы танымал велосипедші. Laura has got 2 Olympic gold medals from the London Olympics in 2012. And 2 from the 2016 Olympics in Brazil. Лаураның Лондондағы 2012 жылдағы олимпиададан 2 алтын медалі бар дейді, және де 2016 жылғы Бразилиядағы олимпиададан да алтыны бар дейді. Look at her on her bike. She can cycle very quickly. Ол өте жылдам велосипед тебе алады дейді. Келесі бізде Яна Егорян. Yana Егорян is a fencer from Russia. Яна Егорян Ресейдегі семсерлесуші. She was 11 years old when she started fencing. Семсерлесуші, яғни фехтование. Ол фехтованияны бастаған кезде 11 жаста болған. Yana has got a gold medal from the 2010 Youth Olympics and 2 gold medals from the 2016 Olympics in Brazil. Янаның 2010 жылғы жастар олимпиадасынан 1 алтын медаль бар, және де 2016 жылғы Бразилиядағы олимпиададан 2 алтын медалі бар. What a great fencer. Не деген керемет семсерлесуші. Exercise number 32, read and answer. Оқы және де жауап бер дейді. Who has got 4 gold medals? Кімнің 4 медалі бар дейді. Жауап береміз. Laura has got 4 gold medals. Лаураның 4 алтын медалі бар. Екінші сұрақ. Who can speak 4 languages? Кім 4 тілде сөйлей алады дейді. Жауап береміз. Vladimir can speak 4 languages. Владимир 4 тілде сөйлей алады. Келесі сұрақ. Who started when she was young? Кім жас кезінде бастаған дейді. Жауап береміз. Yana started when she was young. Яна жас кезінде бастаған дейді. Келесі жаттығу 33. Make a project about your favorite sports celebrity. Where is he, she from? What medals has he, she got? Present your project to the class. Сенде өзіне ұнайтын сүйікті спортшыңның проектісін жаз дейді. Ол қай жақтан және де оның қанша медалі бар? Сыныбыңның алдында проектіңді оқып бер дейді. Gennady Gennadiyevich Golovkin is a Kazakh professional boxer. One of the most famous athletes of our time from Kazakhstan. 7 medalist of the Olympic Games, world champion in the amateur category. Gennady Gennadiyevich Golovkin Қазақстандық кәсіпқой боксшы. Біздің заманымыздың ең танымал спортшыларының бірі. Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері және де әуесқойлар санатындағы әлем чемпионы. Сіздер де тура осылай өздеріңіздің сүйікті спортшыларыңызды жазып шықсаңыздар болады. Келесі тапсырма, яғни бірінші жаттығу look and write. Қара және де жаз дейді. Бізде суреттер берілген, енді сол суреттерге қарап, қандай спорт түрі екенін жазуымыз қажет. Яғни суретке қарап, қандай спорт түрі екенін жазып шығамыз. 0 деген цифрада бізде суретке қараймыз, бұл жерде rowing. Қайықпен жүзу. Бірінші archery, садақ ату. Екінші fencing, фехтование. Үшінші water polo,
Су жарысы. 4-ші gymnastics, гимнастика. 5-ші figure skating, фигурное катание. Келесі жаттығу exercise number 2, page 17, read and choose, then complete the table. Оқимыз және де таңдаймыз. Одан кейін толықтырамыз осыларды. Сәуле сенбі күндері видео ойындар ойнайды. Нұрлан and Гүлсара juggle on Sundays. Бұл жерде juggles болады. Нұрлан және де Гүлсара жексенбі күндері жонглер болады. Көркем goes bowling on Saturdays. Көркем сенбі күндері боулинг ойнауға барады. Сәуле has a sack race on Sundays. Сәуле сенбі күндері қап жарысына барады. Нұрлан plays hopscotch on Saturdays. Нұрлан жексенбі күндері секіріп ойнайды. Көркем does a jigsaw puzzle on Sundays. Jigsaw puzzle ойнайды. Exercise number 3, read and complete. Оқы және де толықтыр дейді. 0-ші how often do you play football? Қаншалықты жиі футбол ойнайсың дейді. Жақшаның ішінде you play болған, do you play деп қойдық. How much do the tickets cost? Билеттердің бағасы қанша тұрады? They doesn't watching sports on TV. Олар теледидардан спорт қарап жатқан жоқ. Where does he play handball? Handballды ол қайда ойнайды? He doesn't like gymnastics. Оған гимнастика ұнамайды. What does Dana wear when she plays rugby? Бұл сөйлемнің аудармасы Дана регби ойнап жатқан кезде не киеді дейді. Бізде мына жерде сурет берілген. 3-ші тапсырмаға ораламыз. Ол жерде кім сенбі және де жексенбі күндері қайда барғандығы туралы айтылған. Жексенбі күніне жексенбіге сәйкес келетін аттарды, ал сенбіге сенбі күні деп жазылған аттарды жазып шығамыз. Exercise number 4, read and underline. Оқы және де астын сыз дейді. Қайрат runs very quickly. Қайрат өте жылдам жүгіреді дейді. 2-ші do you always go bowling with your brother? Сен әрдайым боулингке ағаңмен барасың ба дейді. 3-ші do you play chess very well? Шахматты жақсы ойнай аласың ба деп сұрайды. Сәуле skates beautifully. Сәуле әдемі шаңғы тебеді. I sometimes watch figure skating on TV. Мен фигурное катанияны кейде телевизордан көремін дейді.